Біздің студиямызда қонақта ұшқыш Ажар Несіпбаева. Ендеше бәріміз бірге авиация саласына қатысты біз білмейтін тұстарымен таныстыратында осы кісі. Қарсы алайық? Ендеше Ажар ханымыздың студиямызда. Қарсы алайық, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қандай сұлулық. Сіздерге қалай амандасақ? Бізде енді әртүрлі амандасу бар, әскери тәртіппен, иә? Жоқ, әскери тәртіппен. Сіз сәлем салыңыз. Қалжың әрине. бір-бірімен қалай амандасады деген ғой енді. Иә. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Әрине, сізде қонақтар күнде келе бермейді. Сізді көргенімізге өте-өте қуаныштымыз. Сізде бүгін демалыс күні ма? Бүгін әделеп сізге келу үшін демалыс күні. Жалпы күн тәртібі қандай? Біздің жұмыс жасау кестеміз негізі әр сайын ауысып отырады. Өзіміздің жұмыс жасау кестемізді бір ай бұрын біле аламыз, және де қайда ұшатынымызды біз білмейміз. Мысалға, осы айда мен Шанхай, Қытайға барып келдім. Одан кейін бір күн үйде болып Лондонға барып келдім. Кеше ғана Лондоннан келіп, бүгін міне мен Астанадамын, ал ертең болса Ақтөбеге ұшамын. Сіздің өміріңіз кино сияқты. Мен бүгін Лондоннан таңғы шай ішемін, ертең Парижде кофе ішемін, сосын Мальдивқа барып демалып қайтамын. Иә, солай көрінеді әрине, бірақ оның ар жағында қаншама еңбек бар, қаншама жұмыс, қаншама жауапкершілік. Осы бәрін басынан бастайықшы. Сіз кішкентайыңыздан осы мамандықты армандадыңыз ба, әлде сіздің саналы таңдауыңыз болды ма? Қазіргі таңда мен жасым 26-та, ал бірақ ұшуды мен 16 жасымда бастадым. Астана маңында сонда авиациялық орталық болған, және де Тоқтар Әубәкіровтің қолдауымен ашылған болған. Сол кезде 16 жастағы мектеп оқушылары ең бірінші ұшу лицензиясын ала алатын. Сол кезден бастап бірінші ұшуларымды жасадым. Одан кейін Азаматтық авиация академиясына түстім. Азаматтық авиация академиясынан кейін мен Чехияға оқуға бардым. 2 жыл сол жақта оқыдым. Оралғаннан кейін Қазақ Эйр авиакомпаниясында жұмыс жасадым. Және де 1 жылдан кейін қазіргі таңда мен Эйр Астанада жұмыс жасап жатырмын. Ұзаққа ұшасыз, иә? Алыс елдерге, шетелдік сапарларды да орындайсыз? Қазақстан ішінде және де шетелге де ұшамыз. Ең алғаш рет азаматтық авиация рейсінде штурвалды қолыңызға алған кезде сезім әлде есіңізде шығар? Бөлісіңізші? Әрине есімде. Және Ажар ханым, сізден бір өтініш сәл солға қарай отырсаңыз. Жақсы. Рахмет. Ал енді қандай сезімде болдыңыз? Үлкен жауапкершілік. Ең алғашқы рейсім азаматтық авиацияда жұмыс жасағаннан бері ол Астана-Алматы рейсі болды. Және де ол менің ең сүйікті рейстерімнің бірі. Неге десеңіздер, себебі Алматыға ұшқан кезде өте әдемі көрініс ашылады. Біздің әдемі тауларымызды көреміз. Ауа райы жақсы, керемет болды. Өзімді шын айтсам мақтан тұттым. Өте қатты қуанышты болдым, себебі 16 жасымнан келе жатқан жұмыстымды атқарған болатынмын, және де бұл сезімді әрбір ұшқыш ешқашан ұмыта алмайтын сезім шығар. Және мәңгі жүректе қалады дейсіз ғой. Ал ең алғашқы шетелге рейсіңіз қашан басталды? Және қай бағытта болды? Менің ойымша ең алғашқы шетелге ұзақ рейсім Таиланд, Пхукетке болған шығар. Қанша сағат? 7 сағаттай болды. Қалай дайындаласыздар рейстерге? Ұйқы режимі қалай болады? Бұл өте қызық сұрақ. Себебі біздің рейстеріміз түнде де орындалады, күндіз де орындалатын болады. Мысалға, Таиландқа рейсті алатын болсақ, ол түнгі 12:00-1-де Алматыдан ұшып кететін рейс. Яғни мен ол уақытта жұмысқа шығу үшін алдын ала шығу керекпін, және де дұрыс ұйқы режимі болу керек. Яғни күндіз ұйықтауға жату керекпін. Одан кейін оянып, біз документтерді, бүкіл төлқұжаттарды, ауа райын, ұшағымыздың техникалық статусын тексеру керекпіз. Жұмысқа келгеннен кейін аэропорттан және де мысалға границадан өтеміз. Енді ұшаққа келемізде сіздерді пассажир ретінде күтіп аламыз. Тамаша. Ал енді сіздің жаныңызда екінші ұшқыш ол ер адам ба, жоқ әлде өзіңіз сияқты
нәзік қыз жанды. баласы ма, иә. Және өзіңіз сияқты осы ұшқыш болғысы келетін қыз балалардың саны қанша? Қараңыздар, негізі ұшақ кабинасында әрдайым 2 адам отырады. Бұл командир және де екінші ұшқыш. Екеуі де бола береді. Ер азамат болсын, әйел адам болсын, оның ешбір жұмысына қарамай ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді сіз жаңа ғана статистика бойынша сұрақ қойдыңыз. Мен негізі алдыңғы жылы тексерген болатынмын. 2025 жылдың статистикасы бойынша Қазақстанда емес, бүкіл әлемдік әйелдердің пайызы 1,5% ғана. Сондай азбыз ба? Иә, сондай азбыз. Қазақстанда бүгінгі таңда 34 әйел адам ұшқыш қана бар. Ер адамдар 1000 Енді қараңыз, осыдан туындайтын сұрақ, сіз жұмыс барысында осындай айырмашылықты сезінесіз бе? Шынымен де ол ер азаматтарға арналған мамандық екен деген ойлар туа ма? Және өзіңізге, және әріптестеріңізге сіздің ол статусқа, сол жұмысқа лайықты екендігіңізді дәлелдеу керек кездер болды ма? Менің ойымша, адамдармен бөліскен кезде шындықты айту керек. Айтайық. Жұмыс жасаған кезде кабинада ешқандай, өзіңіз жаңа айтып кеткенде, ешқандай айырмашылық жоқ. Бүкіліміз біз авиациялық төлқұжаттар бойынша жұмыс жасаймыз. Бірақ сырттан келген және де оны түсінбейтін адамдар үшін біз түрлі әйел адам ретінде түрлі сөздерді еститін боламыз. Мысалға, мен Қазақаирде жұмыс істеген кезде, бұл Қазақстанның тарихында ең алғашқы рет бүкіл экипаж әйел адам болған. Яғни, сол жағымда отырған командир Екатерина Сверчкова, әйел адам. Мен екінші ұшқыш ретінде, және де тағы да 2 бортсерік біздермен бірге, қасымызда біз бірге жұмыс жасадық. Және де Қазақстан бойынша бұл өте танымал, қалай айтсам екен, танымал рейс болған. Біз ол ақпаратты бергенбіз, Таңшолпанда да айтқанбыз ол туралы. Мысалға, біздерде көп адам жазған болатын, және де жақсы сөздермен қоса, өте көп негативті комментарийлерді естіген болатынбыз. Хейт те болды. Хейт болды, шын айтамын. Сеніп тапсыруға болмайды деген сияқты сенімсіздік танытты ма? Сенімсіздік өте көп танытты. Олардың ішінде мен әйел адаммен ұшпаймын. Әйел адамның жұмысы тек қана аспазшы болу, мысалға. Және де әйел адам осы жұмысты атқара алмайды деген комментарийлер болды. Осы стереотиптерден арылу үшін не істеуіміз керек, не өзгертуіміз керек, қалай ойлайсыз? Мысалға, сіз бүгін мені шақырдыңыз. Жаңа ғана мен әріптестерінен сұрағанмын. Осы жарнаманы қанша адам көреді деп. Статистика бойынша сіз Таңшолпан бағдарламасы 10 миллионға жуық адам күн сайын көреді екен. Бұл енді Қазақстанның жартысы деп есептеймін. Осылай егер сіз шақырып, айтып тұрсаңыз, насихаттап тұрсаңыз, сонда одан да көп адамдар осы туралы ести алады. Білетін болады. Мысалға, әйел адам ұшқыш болғысы келем десе, ұшқыш бола алады. Ғарышкер болам десе, ғарышкер бола алады. Үйде отырып бала қарасам десе, ол да оның қолында. Сондықтан ондай нәрселерге біз таң қалмау керекпіз. Қазіргі таңда өзіңіз білетіндей адамдар Марсқа ұшады, Мысалға, Илон Маск өзі SpaceX бағдарламасы бар. Немесе Джефф Безостың бізде Дана Карагусова ұшып келді ғой. Blue Origin деген бағдарлама бар. Адамдар міне қанша бір жұма бұрын тағы да екінші рет айға ұшуларын жасады. Солардың ішінде ең алғашқы рет айға басқан әйел адам болды, америкалық. Және де біз ондай нәрселерге қоғамның дамуына және де Қазақстанның дамуы үшін ондай нәрселерге таң қалмау керекпіз. Міне, осы сөздерден кейін-ақ қазақтың сөзі рас екенін айтқымыз келеді. Әйел бір қолымен бесік тербесе, бір қолымен әлем тербейді дейді. Енді мынандай бір сұрақ бар. Жолдасыңыздан өзіңіз сияқты ұшқыш па? Мен де жолдасым. Қалай таныстыңыздар? Қай жерде таныстыңыздар? Бізде барлығы кішкене
өте жеңіл өтті танысқанымыз, себебі ол менің группаласым. Бірге азаматтық авиация академиясында оқыдық. Бүгінгі таңда ол Қазақстандағы ең үлкен Boeing 767 ұшағында ұшады. Ал мен болсам одан кішірек, бірақ біз де сол жаққа ұша аламыз. Airbus 320-321 ұшақтарында жұмысында атқарып жүрміз. Екеуміз де Air Астана авиакомпаниясының ұшқыштарымыз. Және де солай. Тамаша, өте әдемі махаббат хикаясы меніңше. Мені қызықтыратын мынандай нәрсе. Бұл мамандықты қатты романтизациялаймыз. Аспан дейміз, саяхат сияқты көреміз. Сіз мысалға 26 жасыңызда көптеген адамның 70 жасында да көрмеген мемлекеттерді, қалаларды көрдіңіз. Осыған байланысты біз көрмейтін, назардан тыс қалатын қандай қиындықтар бар? Мысалға сіз әртүрлі қалаларға рейс жасағанмен, ол қалаларда қыдыру мүмкіндіктері бола ма? Ұйқыны қандыру мүмкіндіктері бола ма? Демаласыздар ма? Бүкіл демалыстарымыз авиациялық заңдар бойынша жазылған, оның түрлі регламенттері бар. Мысалға, айына 100 сағаттан артық ұша алмаймыз. Әр рейстің арасында ең аз дегенде 12 сағат демалу керекпіз. Бірақ, мысалға, мен жаңа ғана айтып кеткенде Лондонға ұштым. Лондон деген рейс, ол бізде ең ұзақ рейстердің бірі. Ол жаққа ұшу уақытымыз 10 сағат уақытқа жетеді. Міне, Лондонға біз жетіп қалдық, және де менің ол жақта 2 күндік демалысым бар. Және де кері қарай біз Қазақстан уақытымен есептесек, онда біз бүкіл түн уақытымен ұшамыз. Және де Қазақстанға таңғы сағат 8-де ораламыз. Өзіңіз санаңыздар, кешкі сағат 8-ден бастап, таңғы сағат 8-ге дейін жұмыс жасаймыз. Әрине, қиыншылықтар өте көп. Адамдар бізді білмегеннен кейін, бізді олар көп саяхаттайды, ұшқыштар автопилотпен ғана ұшады деген сұрақтар қойылады бізге. Бірақ ол шындық емес. Жұмыс шынымен де өте қиын. Біздің графигіміз, жұмыс жасау кестеміз әртүрлі. Түнде де, күндіз де, және де жаңа жылда да, 8 наурызда да ұша береміз, ешкім оған қарамайды. Мерекеге қарамаймыз. Мерекеге қарамаймыз, иә. Одан кейін бәрібір бұл радиация, бұл түнде жұмыс жасау, сосын бұл бәрібір стресс. Және де бұл әйел адам, жауапкершілік, бұл тек әйел адамға айтылатын зат емес, бұл шынымен де ер адамдарда қатты содан шаршап шығатын жұмыс. Барша ұшқыштарға жалпы әсер ететін сөздер ғой. Енді білетін адамдар өзіңіздің инстаграмыңызға жазылып, әлеуметтік желіңізге жазып, мен де Ажар ханым, сіз сияқты болғым келеді дейтін қыздар бар ма? Және ол қыздарға сіз не айтасыз? Маған инстаграм парақшама өте көп қыздар жазады, және де мен негізі оған қуаныштымын. Мысалға, жаңа ғана біз статистика жайлы айтып кеткен болатынбыз. Қазақстанда тек қана 34 қыз. Мысалға, 15-20 жыл бұрын Қазақстанда тек қана бір қыз болған. Және де бізге тарихтан белгілі тек қана Хиуаз Доспанова. Бірақ мүмкін біз ол туралы көп айтсақ, егер осылай шығып адамдарға көбірек айтатын болсақ, онда мүмкін одан көбейетін шығар қыздардың саны. Мен негізі қыздарға әрдайым айтатыным, ешқашан ешкімді тыңдамай, таңдаған жұмыстарына адал болып, жақсы оқып, жасаған қадамдарыңды нық жасаңдар, және де сонда үлкен жетістіктерге жетесіңдер. Үлкен осындай авиалайнерлерді көкке көтеретін боласыздар. Тамаша. Сізге басқа мамандықтандашы деп айтқан адамдар болды ма? Иә, өте көп. Қыз баласына қиын болады деп айтады, көбінесе? Көбісі солай айтады. Бірақ бұл менің таңдауым. Әрине қиын, ер адамға да қиын. Ешкімге қарамадыңыз? Ешкімге қарамадым. Мен мамам, папам бар мені қолдаған. Мен туысқандарым, күйеуім, қайын жұртым бүкіл қолдап жүр, сондықтан неге артқа бұрылу керекпін? Ажар ханым, мен Таңшолпан әдетте әр таң сайын таңғы сауал жолдайды көрермендерге. Бүгін біздің таңғы сауалымызды сіздің мамандығыңызға тікелей байланысты. Жалпы өзіңізге айтайық, ең алғашқы ұшқыш, қазақтан шыққан әйел кім деген сұрақ қойдық. Деп ойлайсыз ғой, иә? Және қандай қосымша ақпараттарыңыз бар? Егер біз мысалға тарихтан айтсақ, Хиуаз Доспанова. Одан кейін
Қазақстан Республикасы болып келгеннен кейін, мысалға мен Тота Амированы білемін. Тота Амирова ол Қазақстанда ең алғаш командир болған әйел. Одан кейін қазіргі таңда Скат авиакомпаниясында Диана Ибраева деген командир жұмыс жасайды. Мен естігенде военный летчик болып Ардана деген қыз бізде бар. Және де одан да көп қыздар бізде көп. Солардың есімдерін білуіміз керек, жүздерін танығанымыз дұрыс деп ойлаймын. Келіп мамандығыңыздың қыр-сырын айтып бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Мен өте күшті сезімде отырмын, өткені көп жағдайда біз кабинада кімнің отырғанын білмейміз, бірақ Алматыға неше рет ұшып бардық, Қазақстан бойынша неше рет ұшып жүрміз, бәлкім ол рейстердің бірін сіз басқарған боларсыз. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Жұмысыңыз әрдайым тек қана осылай оңынан бола берсін, қуанышты күндерде жолыға берейік. Сіздің де жауабыңызды біз өзімізге түртіп қойдық. Егер сіз дұрыс жауап берсеңіз, біз сізге хабарласып Қалеке театрына қос билет береміз, жұбайыңызбен міндетті түрде барып қайтыңыз. Ал қымбатты көрермен, ұлттық арна қосылу болсын, біз сіздермен біргеміз.